Сәлем, менің атым Свинка Пеппа. Ал мынау менің братикім Шикол. Ал мынау Свинка Мама. Свинка Папа. Найзағай. Кел, брат Шикол, лагерьде көшірде. Чай ішесіңдер ме, апельсиновый? Я. Аю, сен ішесің ба? Я, мен ішемін. Точно? Динозаврың іше ма, Шикол братиком? Я, конечно. Ішіндер. Так, кім пішіне жейді? Мен жемеймін, сендер жей беріңдер, мен тоқпын. Так, онда біз кеттік. Мен брат Шиколымыз жеп қояйық. Какой дәмді, сочный тамақ. Ой, пішіне дегенде. О, жоқ. Найзағай соғып жатыр. Қаштық, тез қаштық. Свина мама, свина папа, мен какой-то бір дауыс естідім. Ол найзағай соғайын деп отыр ғой жаңбырмен бірге. Сондықтан кеттік, тезірек үйге кірейік. Тезірек. Ой, әлі найзағай соғуына ұзақ қой, немене паникаға жетіп отырсыңдар. Так, свиньялар, ойыншықтарымды ұмытпадыңыздар ма? Так, я, мен динозавригімді ұмытпадым. Жоқ, мен далада қалдырып кеттім ғой өзім айымды. Ой, беспокойся етпе, әлі жаңбыр соғуына ұзақ, мен тезірек барып алып келемін. Кеттік ал. Ой, аналар немене қорқып отыр, найзағай соғады ма деп. Ой, ой, немене тез, жаңбыр жауып кетті, тезірек жүгір үйге. Мәсті айыңды өзінің. Ой, Свинка мама, менің айым суы кетті, тезірек бөлінсен сөндірсіңіз. Вот, отлично болды уже. Сендер немене мен туралы ұмыт кеттіңдер ма? Мен соншама сусу болып әрін келдім ғой. Ой, беспокойся етпе, біз сені түсіртеміз. О, жоқ, мынау немене үйге де кіріп кеттім ма не су? Не істейтін болдық? Свина мама, Свинка папа, не істейтін болдық? Свина папа, біз не істейтін болдық? Су кіріп жатыр ғой үйге. Ай, беспокойся етпеңдер, Нан қойып қоямыз да, болды ғой. Проблема барлық решен ғой.